Сәлем достар, сіздермен бірге мен Бесқой. Бұл видеода біз геометрия пәнінен 4-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындайтын боламыз. Кеттік. Балалар, жылдың аяқтауымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Осы жылды сәтті аяқтауларыңа тілектеспін. Мен каналымды осы уақытқа шейін қарап жүргендерге рахмет айтамын. Барыңызға рахмет. Каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Осы видеоны түсіргенім үшін лайк басып қойыңыздар, коммент. 4 диаметр шеңберді бірдей бөліктерге бөлген. Бұл бұрыш неше градусқа тең? Пайда болған бұрыштар қалай аталады дейді. Так, бұл жерде шеңбер дейді. Шеңбер салайық. Шеңберді бірдей бөліктерге бөлген дейді. Қазір түзеу салайын. Бірдей 4 диаметрге бөлген дейді. 1 диаметр, 2 диаметр, 3 диаметр, 4 диаметр. Сонда барлығы неше болды? Ата біреу, екеу, үшеу. Так, біреу, екеу, үшеу, 4 диаметр болды. Не? Мына нүктеде қиылысады бүкіл. Шеңберді бірдей бөліктерге бөлген. Так, бізде бір шеңбер. О деп белгілейік шеңберді. О тең 360 градусқа. Оны білеміз. 360 градус екен бір шеңбер. Соны 4 диаметрге бөлген дейді. Так, біздің шеңберіміз 4 диаметрге бөлген. Сонда бізде 4 диаметр, 1 диаметр ол бізде 180. Бір шеңбер бізде 360 градус, соны санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлік ба сонда? Так, 4 диаметр, 2-2-ден, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соны 360 градусты енді 8-ге бөлеміз. Тең 368-ге бөлсек, так, 360 бөлген 8, 45 градустан 45 градус. Сонда бізде мұндай бір бөлігіміз 45 градустан болады екен. 45 градус, 45 градус, 45, 45, 45, мынау да 45, мынау да 45, мынау да 45 градус. Осы барлығы қосқанда 360 градус шығады екен. Так, бір бұрыш неше градусқа тең? Бір бұрыш бізде 45 градусқа тең. Пайда болған бұрыштар қалай аталады дейді. Пайда болған бұрыштар қалай аталады? Так, 90 градусқа кіші болғасын сүйір бұрыштар деп аталады. Так, сүйір бұрыш. Так, астыға түсейік. Екінші есепке кірсек. Радиустар 2 см, 4 см, 6 см-ге тең дейді. O1, O2, O3 нүктелер, центрлер болатын 3 шеңбер өзара сырттай жанасқан дейді. Центрлерін қосқанда шығатын 3 бұрышты периметр табыңыз дейді. Радиусы 2 см дейді. Тазылайық. 2 см, 4 см и 6 см. Өзара жанасқан дейді. Сырттай жанасқан. Бұл жері жанасқан, бұл жері жанасқан. Мынау 2 см-ге тең. Мынаныкі 4, мынаныкі 6 см. Ой-ой-ой. O1, O2, O3. Өзара сырттай жанасқан, центрлерін қосқанда шығатын 3 бұрыштың периметрін табыңыз дейді. Так, сонда бізде мындай 3 бұрыш айнеп тұр. Осылай 3 бұрыш айнеп тұр. Центрлерін қосқанда шығатын 3 бұрыштың периметрін табыңыз дейді. Сонда бізде қараңыздар. 3 бұрыш шығу үшін 3 бұрыш тең бізге так, мынаның араға шықтығын, мынаның араға шықтығын қосуымыз керек. Сонда O1 плюс O2, O1 мен O2 6 см болады. Оған қосамыз O3 пен O1-ді плюс O3 қосылған O2 тең. Бізде O1 мен O2 6 см-ге тең. 6 см қосылған O3 пен O1, так, 6 см-ге 2 см қоссақ 8 см плюс 6 см-ге
4 сантиметр қоссақ 10 сантиметр плюс 10 сантиметр тең 10-ға 8 қоссақ 18, 6 қоссақ 24 сантиметр шығады сонда бізде 24 сантиметр. Сонда 3 бұрыштың периметр 3 бұрыш А плюс Б плюс С ғой формуласы. Соны қосып шықтық. А, Б, С. Сонда тең ол бізде 24 сантиметрге. Сонда 3 бұрыштың периметр 24 сантиметр. А болса 3 бұрыштың 3 бұрышы берілген дейді. А болса 3 тік бұрышты 3 бұрышы берілген. АБ 4 сантиметр дейді. Мына жеріміз 4 сантиметр. Асы 3 сантиметр. 3 сантиметр. БЦ 5 сантиметр. 5 сантиметр. 3 бұрышқа іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңыз дейді. Бізде радиусын табудың мындай формуласы бар осындай. Тік бұрышты 3 бұрыштың іштей сызылған шеңбердің радиусын табу үшін R тең А плюс Б минус С бөлінген 2 деген формула бар. Бізде А мен Б 4 сантиметр дейді. Сонда R тең бізде А ол 4 сантиметр плюс Б ол 5 сантиметр минус С 3 сантиметр бөлінген 2-ге. Енді тең 4-ге 5-ті қоссақ 9 сантиметр бөлінген минус 3 бөлінген 2 тең. Енді 9-дан 3 алсақ 6 сантиметр. 6 сантиметр 2-ге бөлсек 3 сантиметр қалады. 3 сантиметр. Сонда бізде мына радиусы 3 сантиметрге тең екен. 3 сантиметр. 3 сантиметр. 3 сантиметр. Сонда біздің шеңбердің радиусы R тең 3 сантиметр. Астта есепке көшеміз. Бұл дәл жауаптар емес, сіздің нұсқаңызға қарай осыған ұқсас есептер қылып шығарасыз. Біз астаға түсеміз кеттік. Екі шеңбердің қиылысы нүктелері FK нүктелерінде қиылысқан дейді. Так, бізде мына нүктеде қиылысқан, сосын мына нүктеде қиылысқан. Және центрлері O1, O2 дейді. Мынау мен мынау центрлері. FK мен O1, O2 өзара перпендикуляр болатын дәлелдеңіз дейді. Былай перпендикуляр болатын дәлелдеу керек. Былай. Так. Бізде теорема бар. Теорема бар дегенде қараңыз. Бұл жерде былай болып тұр. Мына екі шеңбер тең емес. Радиустары да тең емес. Екеуі әртүрлі. Қараңыз. Мына радиусы мынадан кіші. Қараңыздар. Бұл жерде O1F, мысалға міне, O1F тең O1K-ға. Былай. Екеуі тең. Енді O2F тең O2K-ға. Бұл да тең. Сонда бізде ол не болып тұр? Ол тең берілі үшбұрыш болып тұр міне. Екеуі бір-біріне тең. Бұл жерде тең берілі үшбұрыш болған соң бізде мындай теорема бар. Тең берілі үшбұрыштың медианасы міне, медиана бұрышты қақ бөлетін медианасы, мынау медианасы. Оның төбесі де медианасы да бола алады, бисектрисиясы да бола алады дейді. Содан бізде тең берілі үшбұрыш болған соң міне ол медианасы төбесі болады. Ал бізде төбесі ол медианасы бұрышты қақ бөледі.
Сонда мынау бізде 90 градус. 90 градус болған соң мынау да 90 градус. Мынау да 90 градус. Мынау да 90 градус. Солай дәлелдеуге болады. Оны жазып көрсетемін қазір сіздерге. O1 OF O3 центрін O3 деп қойық. 90 градус. Мен барлығы осылай. Енді 90 градус болғасын бұл перпендикуляр бұрыш болады. Өйткені перпендикуляр бұрыштың мына бұрыштары 90 градусқа тең. Осылай дәлелдедік міне. FK мен O1 O2 өзара перпендикуляр болатын дәлелдедік міне. Өзара перпендикуляр қалай белгіленеді? Так, FK мен O1 O2 өзара перпендикуляр. Біз оны дәлелдедік міне осылай. Осылай белгілеп қоясыздар. Бұл бізде геометрия тжб 490-ның жауаптары. Қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бесқой. Барыңызға рахмет, сау болыңыздар.